Карачай тилини видео дерси 4-класс. Сайбили, салам. Бүгүн биздин дерсибиздин темасы байлам, байламны маганасы, союз, значение союзов. Бүгүнгү дерсибиздин мураты, то есть цель урока. Байлам деп неге айтылганын билдик биз. Сөзлени байламланы болушлугу була бири-бирлерине байларга үйрөндүк биз. Жалгаучу байламла калай байламла болгонларын билдик биз. Биринчи, үйүшнү тинтейик, сөзлөөнү эсибизге түшүрейик. Сөзлөө деп калай сөзлеге айтылады? Сөзлөөле калай сорууларга жооп этедиле? Затны ишин ачыклагандан sonra не затын ачыклайды сөзлөө? Сөзлөөнү түз жазылуунан калай жорукланы билесиз. Кеткен дерсте биз сиздин сөзлөөнү түз жазылуун өткөн эдик да. Жаңы дерс. Айтымланы окугуз. Айрылып басмаланган сөзлени нек жүрүтүлгөнлерине эс ийгиз. Бла, да, эмда деген сөзчүкле айтымлада сорууларга жооп этемидиле? Соруу бере аламсыз бир көрүгүз? Бере алмайсыз. Бла сорууларга жооп этмейдиле. Биринчи, экинчи, үчүнчү айтымлада нек жүрүтүледиле? Келгиз бир карайык. Москва бла, Петербург биздин кыралда улуу шахарладыла. Былайда бла деген сөз Москва бла, Петербург деген сөзлени байлап келеди. И дегенлигитте Москва и Петербург. Арттан sonra сыртла да, чегетле да жаз бет алгандыла. Биягылай и горы, и леса дегенлигитте. Арттан sonra күндүз жылыды, эмда шошту. Биягылай жылыды, эмда шошту. И деген магананы алады, бири-бирлерине байлап келеди. Төртүнчү айтым ненче айтымдан куралганды? Да деген сөзчүк нек келгенди? Бир карагыз. Кыш кетти, жаз да келди. Бу булайда эки айтымны бири-бирлерине байлап келеди. Ол да деген киче сөзчүк. Үчүнчү айтымда эмда деген сөзчүктүн куллугу неди? Күндүз жылыды, эмда шошту. Эмда деген эки сөзүнү бири-бирине байлап келеди. Жылыды, шошту деген эки хапарчыны, два сказуемых, связывает между собой. Байлам деп неге айтабыз? Сөзлени, неде айтымланы бири-бирине байлаган сөзчүклеге да. Кеткен слайдта караган айтымларыбызча. Айтымны, чилелерин, неде айтымланы кеслерин бири-бирине байлаган куллукчу сөзлеге байламла дейдиле. Сөз үчүн Лейла бла Айсият тууган эгечиледиле. Лейла, Айсият деген сөзле бири-бирлери бла деген байлам бла байланадыла. Союз их соединяет. Кар жауду, эмда суук жел келди. Былайда кар жауду, эмда суук жел келди деген эки айтымдыла. Эмда деген аланы бири-бирлерине байлайды эки айтымны. 208 иш. Айтымланы окугуз, байламланы табыгыз. Байламланы калай табабыз? Биз алага соруу бере алмайбыз, андан табабыз да. Келгиз биринчи айтымны окуюк. Айтек тууганды, эмда өскенди, элде. Былайда байлам эмда деген сөздү. Ол тууганды бла өскенди деген сөзлени байлап келеди. Шахарга көчкүнчүн эдери школдо окуганды, эмда анасыны жумушуна болушканды. Былайда да школда окуганды, анасынын жумушуна болушканды деген эки айтымны, эки кесегин бири-бирине байлап келеди. Окуганды, болушканды деген это сказуемые, хапарчыла. Аланы бири-бирлерине байлап келеди. Эмда деген сөз.
Жай, Наурuz, Шамил теңлери була чегетке да, чабак тутарга да, жуунурга да баручан эдиле. Чегетке да, чабак тутарга да, жуунурга да баручан эдиле. И в лес, и на рыбалку, и купаться. И дегенни барды белдиреді. И деген мағананы береді былайда. Бұланы бір-бірлеріне байлап келеді. Zaman кеткеннен sonra да ала теңлік тұтадыла, әмді бір-бірлеріне болушадыла. Бұлайда да деген сөз байлам болмайды. Ол башқа тіліні башқа кесегеді анарттан өтерек біз сізні бұла. Бұлайда әмді деген болады байлам, тұтадыла, болушадыла деген екі сөзні бір-бірлері бұла байлап келеді. 209 iş. Точкаланы орнuna da, emda, bula baylamlardan birini sala жазығыз. Соқта қыз чықла, жаш чықла, мақтанып айтадыла үнісіні атын. Бұлайда қыз чықла бұла, жаш чықла деген сөзлені бір-біріне бұла деген байлам байлайды. Ол Арю Халили игі оқуған соқта болғанды. Арю Халили бұла игі оқуған деген сөзлені бір-бірлеріне әмда деген байламла байлайбыз. Хасан, Хусей, Ильяс аны улу ата жұртқа заватны заманында еткен жігітліктеріні үсіннен жазылған көп назмула, хапарла оқуғандыла. Бұлайда Хасан, Хусей, Ильяс деген сөзлені бір-біріне да деген бір-бірінен қайтарылып айтылған байламла байлайбыз. Повторяющийся союз. Бұлайда да назмула, хапарла деген сөзлені да бір-бірінен айтылған, қайтарылып айтылған байламла байлайбыз. Бізге бағалы дыла сабанла, түзле таула. Түзле тауланы, түзле бұла тауланы бір-бірлеріне бұла деген байламла байлайбыз. Жай лагерде сәбиле көлде жуынған да, күнде күйген да әттіле. Жуынған бұла, күйген деген сөзлені бір-бірлеріне бияғы қайтарылып айтылған байлам, повторяющийся союз да деген байламла байлайбыз. Жалғаучу байламла. Байламланы бір талай қауымы барды. Есть несколько групп. Біз сізні бұла 4-ші класста жалғаучу байламланы өтебіз. Сіз таныған бұла, да, әмда деген жалғаучу байламладыла. Ала айтымланы члелерін, қош айтымға кірген бош айтымланы байлайдыла. Қош айтым десек, это сложное предложение. В сложном предложении бывает несколько предложений. Вы знаете, да? Қош айтымда бір талай бош айтым болады. Ол бош айтымланы бір-бірлеріне байлап, қош айтым етеділі. Жалғаучу байламла. Бұ ішке қарағыз. Айтымла бұла сөзлені бір-бірлеріне байлағыз, жалғаучу байламланы қоша. То есть соединительные союзы. Жалғаучу десе. Мариям, Джамиля, тауық, жүжекле. Біз иге оқуйбыз, иге бағала алабыз. Бұланы бір-бірлеріне байлайық. Мариям бұла Джамиляны бір-біріне байлар үшінге бұла деген байламны жүрітебіз. Тауық ба жүжеклен бір-біріне байлар үшінге бұла деген байламны жүрітебіз. Тауық бұла жүжекле дейбіз. Біз иге оқуйбыз, иге бағала алабыз деген екі айтымны бір-біріне байлар үшін әмда деген байламны жүрітебіз. Біз иге оқуйбыз, әмда иге бағала алабыз. Байламланы жүрітірге үрендігіз. Дәрсіні тамамлау. Дәрсте не еткенібізні, не зат ештікенібізні, білгенібізні бізге түшірейік. Байлам деп сөзлені, не де айтымланы бір-біріне байлаған сөзліге айтқаларын білдік. Союзы – это слова, которые соединяют между собой слова и предложения. Байламланы болушлығы бұла айтымланы сөзлені бір-бірлеріне байларға үрендік. Бұла, әмда, да деген байламла, жалғаучу байламла болғаларын білдік. Дерс бошалды.
Сау болуңуз, эсен көрүшейик.